Йоу, барлықтарыңа сәлем. Менің аты жөнім Бақберген Сұлтан. Бүгін кішігірім басқаша реакция болады. Бүгін аузыма су алып күлкілі видеоға күлмеймін. Бүгін мен өзім кішігірім битбокспен қызыққандықтан мен бір сүйіп ұнататын бір битбоксерлардың бірі Improver бір видео шығарыпты күшті өлеңге. То есть вроде күшті өлең шығар, білмеймін, әлі көрмедім. Өзім үшін жаңа формат көргім келіп жатыр. Сендерге де может быть қызық болар. Битбокс деген не екенін білмесіңдер ма? Қазір білесіңдер онда. Көреміз қандай өлең. Блин, вроде анау күшті өлеңге жасайды. Не де болса біз бастаймыз. То есть мен бастаймын. Биттары четкий. Мына жерім қышып отыр, қасамаймын. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy. Is it love? I can put it no. Don't ask why. Don't be shy. Да-да. Блин. Don't be shy. Кайфово. Don't be shy. Четко. Кежене тоқтата бердім. Блин, Improver'да прям четко шашы биттар, еще андай профессиональный, да, андай мықты да, но еще музыкальный. Көп битбоксерлардың байқаймын, сол нәрсені біріктіре алмайды. Техникасы мықты болады да, но оны только мықты битбоксерлар ғана түсінеді, ал қарапайым сендер сияқты адамдар онша оны түсіне бермейді да, и типа что за каша жасап жатыр дейді. А на самом деле технически нифига нәрсе істейді. Кейбіреулер бар, чисто музыкасы мықты да, әдемі мелодичный, оны сендерге прям кайфово кіреді, но битбокс техника жағынан профессионалдарға ол, грубо говоря, онша емес да, сәл-ақ там особо ештеңе жоқ та, там чисто музыка да, именно дауысы күшті анау. А вот Improver'да екеуін де күшті біріктіреді, анау мықты техничность, прям қазір көріп отқандай мықты биттарды тығып үлгереді. А еще музыкальности да прям офигенный. Кешіріңдер, енді білмеймін. Don't be shy. Мощь. Show yourself beautiful. Wanna get emotional. И осы дәк саунд күшті дейді. Четко бітір прям. Деп күшті бітірді. Прям соңындағы мелодия әсіресе мына моменттер қазір басынан қоямын. Басын емес нәрсе. На дроп қазір. Музыка естіледі, мелодиясын естілер. Тема. Бұл бірінші рет менің басқа нәрсеге, күлкілі видеода басқа нәрсеге жасаған реакциям, сондықтан білмеймін қалай шықты. Сендерге может битбокс ұнамайды или ұнайды, ну, it doesn't matter. То есть маңызды емес, бірақ бір нәрсе тағы да басқа осындай бір қызықты нәрсе болса, менің 18 подписчиктарым арасынан көретін, ұсынатын комментарийға жазыңдар. Вот осы видеоны көріп, прям сен көрсең, реакция күшті беретін сияқтысың деген. Ал мен максимально шынайы, максимально
қызықты, түсінікті, білмеймін реакцияға қандай сипат беруге болады, сондай қылып реакция жасауға тырысамын. Ал бүгінге пока осы. Лайк басыңдар, каналға жазылыңдар деген қарапайым сөздерді айтпай ақ қойыншы, пожалуйста, сендер өздерің соны істейтін шығарсыңдар. Барлықтарыңа рахмет, пока.